өзіме қайық іздеп алдым да бағанағы көрген аралыма жол тарттым. Ол аралды жарықлармен жарытып шықтым. Hem de өзімнің үйіме қарап жол тарттым. Ұйықтап алдым да кейінгі күн және қайығымды қойып үлкен масштабты саяхатқа жол алдым. Бір араларға барып көріп, мынандай тростниклерді алып, мынандай араларам жолынан шығып, кейін саяхаттан қайтып, мынандай қылып чөткей жер іздеп қойдым. Себебі ол жерге мен кішігірім бақ сілей жақпан. Мынандай қылып теректерді егіп қоямыз, сұлулық үшін өзіме терек керек болады. Ол баққа былай өніп шығатындай қылып текшелер қойып қойдым. Де кішігірім шетін мынандай қылып істеп шықтым. Одан кейін мен мынандай үйімді құруға қарар еттім. Себебі үйсіз болмайды. Осы жерде айтып өтетін затым, Reflame модқа мен сеніп қалыппын, бірақ Reflame мод істемей қалыпты, бірақ үйімді құрып болдым. Үйімді құрып болғаннан кейін мынандай егінлеріме қарадым. Үйімді полный құрып болғаным жоқ, шала-шала құрып болдым, Reflame мод істемей қалғанлығы себепті. Үйімнің полларын мынандай қылып істеп шықтым. Одан кейін болса мен шахтаға түстім. Себебі маған алмазлар керек еді. Алмазлар емес, басқа рудалар да керек болды. Соның үшін шахтаға түсуге қарар еттім. Шахтаға түскенімнен кішкене жүргеннен кейін мынандай алмазлар да шықты. Ол алмазларды тауғаныма мен қатты қуандым. Басқа жерден және бір алмазлар шықты. Олардан алдым. Алмаздың көбі болмайды. Алмаз әрқашан аз. Де ол алмазларды алып болғаннан кейін мен сіздерге ресурс багымды көрсеткім келді. Себебі менде X-Ray бар деп ойлағандар үшін. X-Ray жоқ, мынандай ғана FYI ресурс бактар бар. Әсте ақырын үйге қайта бердім. Үйіме қайтып келген кезде мынандай лавовый озеро тауып алдым. Сіздерге көрсеткім келді. Мен шахтадан тауған байлықтарым міне. Одан кейін болса мен шахтадан шықтым да мынандай кішігірім өзімнің пауз фермама қарадым. Кішігірім жүрсем, біздердің немісте мал пайда болғанын білдім. Оған мен қатты қуандым да, еле шала біткен үйге бір айланып шықтым. Үйімнің ярымы бітіп қалды да, мен бірінші үйімдегі түнді өткеріп алдым. Міне көріп тұрғаныңыздай үйім мынандай болып шықты. Мына міне, короче, мынандай мотлар менен чөтки болып үй істеліп шықты. Өзімнің бақшама декорластып қойдым. Одан кейін болса кішігірім фермама қарадым да, өзіме железный броня істеп алдым, темір броня. Одан кейін болса мынандай шакалдар мен шакал кетіп бастады. Бірінші мәрте өлдім. Екінші мәрте өлдім. Үшінші мәрте өлдімде оларды мынандай қылып ұрып тұра беруге қарар еттім. 2 блок адам істей алмайды. Мәселесі хал. Өзімнің затларымды мынандай қылып судан жинап алдым да, құрғақтан да жинап алдым.
Одан кейін болса мындай обсидиан қазып алуға қарар еттім. Себебі мен порталға барғым келіп тұр. Порталдан өттім де мынандай кварцларды ала бастадым. Себебі мен опытқа жет деп ойладым. Одан кейін мындай қылып шахтаға және түстім. 4 күн шахтада жүрдім. Одан кейін болса мен видеоға түсірместен саяхатқа шығып кеткен едім. Мынандай қылып зор чөткей жерлерді тауып алдым. Теректер көп екен ол жерлерде. Қойларды да өлтіріп бастадым. Одан кейін мынандай алмаларды да ала бастадым. Саяхатымда маллар да тірі қалмады. Біздің үйбетте мынандай тұқымдар жоқ дедім да, бұл жақлардан да тұқымдарды алып бастадым. Үйге келдім, елуге тұқыммен, өзімнің ресурсларым бар, ауқатларды көп етіп толтырып алдым. Короче, жағдай вечный. Одан кейін болса, ауқатларды қыздыруға қойып кеттім. Кішігірім фермама қарадым. Одан кейін тоже фермама қарадым. Одан кейін болса мал фермаға да қарадым. Малларды көбейтіп те кеттім. Ұйықтап алдым да кейінгі күні мынандай қылып нормальный огород істеуге жақ болдым. Мына заттардың полный алып тастадым. Мынандай қылып ектім, жерді тапқа келтірдім. Одан кейін болса мынандай чөтке қылып, короче, бір сөзбен айтқанда тапқа келтіре бердім жерлерді. Одан кейін тапқа келген жеріме бағанағы тауылған ұрықларымды еге басадым. Кішігірім сұлулау болып тұрсын деп булыжникпен мынандай қоршап қойдым. Әмде мына тростниклерді де алдым. Әмде ауыл тауып алдым да, ол ауылдан онша керек болмаған заттар тауып, бірақ мынандай огородларымдағы барлық жемістерін алып кеттім. Ұйықтап алдым да, өзімнің үй жағыма қарап келіп, сол заттардың бәрін егіп тастадым. Одан кейін кішігірім малларды көбейтуге қарар еттім. Мынандай қылып істеп қойдым. Бәлкім сұлу тұрды деген ойдамын. Да, кейін жолдарға да мынандай қылып істеп тастадым. Одан кейін болса, ауылдан тауған кітапларым менен өзімнің жүрімдік кітабымның қасыларына мынандай алып қойып қойдым. Себебі кішігірім нормальный затлар сиқырлау үшін. Одан кейін атқа бардым да, ол жерде қаншадыр уақытлар жүріп 21 опыт жинап қайттым. Ол көп уақытқа созылды. 30 опыт жинай жақ едім, бірақ жақпай кетті жүре беру. Әмде не қылдым? Үйге келдім де, түн болып атқан екен, ұйықтап алдым. Кейінгі күні мынандай қылып сиқырлауға қарар еттім, бірақ лазурит жоқ екені білінді. Лазуритті алып келдім де, мынандай қылып карточка сиқырлай жақ болдым. Да, карточка сиқырлай жақ болдым. Эффективность 2-ге. Короче, бір сөзбен айтқанда чөтке қылып сиқырладым киімдерімді. Анау вишни болды. Олар сиқырлап болғаннан кейін мынандай қылып кішігірім мал фермамды сұлулаттым. Одан кейін өзімнің атысыма да қарап алдым. Мынандай тростниклерді де алып алдым. Одан кейін болса мынандай қылып 109 модыммен сілерге мақтандым. Да, бұл модты қайырдан алдым десеңдер, мен сілерге
комментарий жазсаңдар, мен сіздерге кейінгі видеода қалай бір 12 версияға четкий модларды орнатуды көрсетемін. Mojo Launcher'де, Java версияда. Сөйтіп болып мен не қылдым? Мен өзіме 5 золотой яблоко сіліп алдым, алма. Мынандай кішігірім әзілдесіп, мына теректі шауға қарар еттім. Өсе ма, өспей ма, қызық болды маған сол. Мынандай бұтадым десем де болады. Да, қызық болып қалды. Де мынандай теректердің қасына барып, теректерден көп етіп алып кеттім үйге. Себебі керек болар деген ойда болдым. Саяхаттан келіп, өзіме наковальня істеп алдым. Себебі затларымды, сиқырлаған затларымды бір-біріне қосу үшін. Да. Екі эффективности 2-ге сиқырланған киркамды 3-ге көтеріп алдым. Де маған мынандай зор сиқыр шықты. Удашы. Одан кейін 2 жылы үй құрғым келді де, оларды құруды бастадым.